Орнынан тұрған кезде елдің бәрі қосыла тұрды ғой. Елдің о кездегі ықыласы, өнер адамына деген қошемет. Әрине Шәмшіға орын ойып тұрған, ойып алған адам елді елең еткізбей тұра ма? Соның Шәмшіғаны ортаға шақырдық. Сонда қараңызшы, мына жұрт сол тұрған күйінде Шәмшіғаның екі әнін айтты. Біреусі қайықта, біреусі арыс жағасында. Сол кезде Шәмшіға елжіреді, мен көзіне кіл-кілдеп жас келгенін көрдім. Мен сол кезде одан сайын тебірендім. Мынандай мықты кісі кішкене қобалжыдау, шынын айтқан тебірендау деп ойладым. Сонымен не керек? Шәмшіғамыз өз сөзін, жақсы тілегін айтып, халыққа деген ықыласы тек арқа-жарқа шашылмады. Керемет. Елді жақсы көретін бір-екі ауыз сөзбен ақ білдіріп, ел деген Шәмшіғаны жақсы көретіндігін білдіріп, жапыр-жұпыр келіп, қолына алып, енді көп. Содан не керек, той сондай бір жақсы өтіп жатты. Антрактыға шыққан кезде жаңа той егесі Шәмшіғаны және мені қасына қосып үйге шақырды, үйдің ішіне. Үйдің ішінде осындай дастархан жайған Шәмшіға екеуміз отырдық. Ал бала, сөзің дұрыс шығып жатты. Мен сенің сөзіне кішкене ырзалығын білдіріп қояйын, айналайын. Немен айланысасың деді. Мен жұмысшым, трактор айдаймын осындай жерде. Бірақ өлең шығарам деді. Өлең шығарам дейсің бе? Кәні бір-екі өлең оқышы деді. Бір-екі өлең оқып берін, сөйтем, ай сен дұрыс екен өлеңдерің деп мені қуаттап. Сол жерде сонымен екеуміз шай іштік, кішкене дәм таттық. Соның кейін тағы да бір-екі ауыз сөзін айтты.